Осылайша адам ата, Хауа ана және Ібліс жерге түсірілді. Адам жер бетіне түскеннен бастап жерді игеріп, тіршілік жасаудың қамына кірісті. Ал жұбайы Хауа болса, отбасында балаларын тәрбиеледі. Ол қос-қостан екі егіз туды. Екі егіздің біреуі ұл, ал екіншісі қыз болатын. Уақыт өте келе ұлдар ер жетті, қыздар бой жетті. Адам ұлдары мен қыздарын бір-бірлеріне қосып, ұрпағын көбейтуді ойлады. Сондықтан бірінші егіздің ұлын екінші егіздің қызына, және екінші егіздің ұлын бірінші егіздің қызына үйлендіруге шешім қабылдады. Адамзат тарихындағы алғашқы отбасылар осы қағида бойынша құралып, ұрпақ көбейетін болды. Алайда екі ұлдың бірі Қабыл өзімен бірге туған егізіне үйленгенді қалайтын. Өйткені оның сыңары інісі Абылдың егізіне қарағанда әлде қайда көрікті, сұлу болатын. Бірақ та әкесі Адам өз шешімін өзгертпеді. Қағида бойынша Қабыл Абылдың егізіне үйленуі шарт. Бірақ Қабыл нағыз тоңмойынның өзі еді. Ол інісінің егізіне үйленуден үзілді-кесілді бас тартты. Мұның арты үлкен дау-дамайға айналып, алғашқы отбасының шаңырағы ортасына түсетіндей қауіп орнады. Адам ата бұл мәселенің дұрыс шешімін қалай табуға болатындығы туралы қатты ойланды. Жаратушы Алла тағаладан туралықты, осынау тықырықтан шығар жолды сұрап жалбарынды. Сонда Алла тағала адамға оның екі ұлының құрбандық шалулары керектігін уақи етті. Аллаға жақындау мақсатында Қабыл өзі еккен егінінен, ал Абыл өзі бағып жүрген қойынан құрбандық берулері және Алла кімнің құрбандығын қабыл алса, сол ең көрікті қызға үйленуі тиіс болды. Айтылған шарт бойынша ағайынды Абыл мен Қабыл құрбандыққа өз еншілерін әкеліп қояды. Алла тағала Абылдың құрбандығын қабыл алып, Қабылдікін қабыл алмайды. Осылайша даудың шешімі табылады. Абыл Қабылдың сыңарына үйленетін болып шешіледі. Бұл шешімге разы болмаған Қабыл бұрқан-тарқан болып ашуланады. Жүрегінде бауырына қарсы өшпенділік оты лаулайды. Сол-ақ екен, оны шайтан билеп алады. Бауыры Абылға жетіп барып, «Мен сені өлтіремін» деп айқайлайды. Ал Абыл болса еш қобалжымастан, «Уа бауырым, Алла ізгілердің амалын қабыл алады. Егер мені өлтірмек болып маған қарсы күш қолдансаң да, мен саған қарсы келмеймін. Өйткені мен әлемдердің иесі Алладан қорқамын. Сенің өз күнәларыңмен бірге менің күнәларымды да арқалап тозаққа түсушілердің қатарынан болуыңды қалаймын. Залымдардың жазасы солай», деді. Абыл күш-жігері мол, өте қайратты жігіт болатын. Соған қарамастан ол қара күшіне емес, ақылына жүгінді. Себебі ол Алланың қаһарына ұшыраудан қатты қорқатын еді. Бірақ Қабыл алған бетінен қайтпады. Ашу мен ызаға булығып, дүлей мінез көрсетті. Көздеген мақсатына жету жолында ештеңеден де тайынбайтындығын білдірді. «Залымдардың жазасы дейсің бе? Сонда сен мені тозаққа түсетін залымдардың қатарына қосып тұрғаның ғой, Ендеше сол залымға айналып сені өлтірейін», деді ол долданып. Осылайша ол ақылынан алжасты, қолындағы темірімен інісін қатты салып кеп жіберді. Абыл жерге құлап түсті. Оның денесінен қан сорғалап ағып жатты. Сонда ғана Қабыл ұйқыдан оянғандай болды. Жүресінен отыра қалып Абылдың денесін құшақтады. Бірақ одан тіршіліктің ешбір нышаны байқалмады. Қозғалмады, сөйлемеді, сұрағына да жауап бермеді. Сонда ғана ол өзінің орын толмас өкінішті іс істегенін түсініп, аһ ұрды. Бар даусымен өкіріп жылап жіберді. Оның даусынан бүкіл әлем дүр сілкінгендей болды. Даусының жаңғырығы шартарапқа тарады. Жаратушы Хақ тағала мұның бәрін білді. Қабылдың ащы айқайы өзекті өртер өкініштің даусы болатын. Ол құдды жынданған адамдай әрлі-берлі жүгіріп, ойбайлаумен болды. Енді не істемек? Жан дегенде жалғыз бауырын өз қолымен жер жастандырды. Осылайша Қабыл есеңгіреген қалыпта не істерін білмей дал болды. Бауырының денесін қалдырып кете бере ме? Әлде не істеу керек? Оның денесінен қалай құтылмақ? Жардан лақтырып жіберу керек пе? Жоқ, олай етсе оның денесі аң-құсқа жем болып қор болады. Шақшадай басы шарадай болды. Ақырында ол бүкіл кеудесі өкініш пен күйінішке, қайғы мен қасіретке толып, бауырының жансыз денесін арқалап, алға қарай жүре берді. Қанша жүргені есінде жоқ. Бір мезетте жан жағына қараса кеш батып барады екен. Тағы бірде таң атып келеді екен. Бір уақытта арқасындағы бауырының мүрдесі бұзылып, өте жағымсыз иіс шыға бастады. Қабыл тағы да не істерін білмей дал болды. Сол кезде Алла тағаладан жарылқау кешірім сұрады. «Уа Раббым, енді не істеймін?» деп дұға етті. Ұзақ жүріспен шарасыздықтан әбден шаршап жерге отыра кетті. Сөйтіп отырғанда жақын маңға бір жемге таласқан екі қарға ұшып келді. Қабыл олардан көзін алмай қарап отырды. Екі қарға аз ғана жем үшін таласып, бірін-бірі қанаттарымен ұрғылап, аяқтарымен тепкілеп, тұмсықтарымен шоқи бастады.
тастады. Бір кезде бірі тұмсығымен екіншісін қатты ұрып қалып еді, ол құлап түсті. Сол арада сеспе қатып жан тәсілім етті. Тірі қалған қарға өлген досының денесін айналып әрі-бері жүрді. Оның жансыз денесін олай-бұлай аударып көрді. Сырттай қарағанда бұл қараға досының өліміне қайғырып жүргендей көрінді. Ақырында ол тырнақты аяқтарымен жер тырмалап кішкене шұңқыр қазды. Оған өлген жолдасының денесін итеріп тастады. Сосын оның үстіне топырақ тастап көмді. Ісін бітірген соң аз-маз тұрды да қанаттарын қағып ұшып кетті. Осы оқиғаға куә болған Қабыл өзінің ісіне қатты налыды. Өзінің бауырына қарсы істеген қылмысын есіне түсірді. Құдды мына екі қарғаның мысалындай ғой. Жанындағы бауырының мүрдесіне қарап отырып ағыл-тегіл жылады. Бұл неткен қасірет, тым болмаса өзімнің бауырымның денесін мына қарға құрлы жасыра алмадым-ау деп қайғы жеді. Содан соң шұңқыр қазып бауырын сонда жерледі. Жерлеп болған соң қатты қайғырып тоқтаусыз жылады. Осыдан кейін тәлтіректеген күйі үйіне қарай жолға шықты. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا